Сондықтан осы оразада менің оразам қабыл бола ма, мен осы оразамды дұрыс ұстап жатырмын ба деген уайым болу керек екен да. Осы рухтың азығын Рамазан айында бір ай сауаптар еселенетін айда біздің қыз-келіншектеріміз қандай құлшылықтармен толтыру керек? Осы ай келіп тұрып, иманы болып тұрып, ешқандай пайда алмай шыққан адам ең құрдымға кеткен адам дейді. Адамның жан дүниесі, рухани әлемі ол Раббысымен ғана қанағаттанады. Ассаламу алейкум, құрметті ханымдар. Бүгін кел сырласайық подкастымыздың келесі легі. Бүгінгі тақырып Рамазан мейірім айы. Бүгінгі біздің қонағымыз Гүлмира ұста және Айнұр ұстазымыз. Қош келдіңіздер. Алдымен өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Мен Гүлмира Ілеспайқызы, Алматы қаласы әйел қыздар секторының жауапты маманымын. Қош келдіңіз. Қош болдық. Айнұр ұстаз. Мен есімім Айнұр Шаймерденқызы, Алматы қаласы Әл-Мәдина мешітінің ұстазымын. Машалла. Гүлмира ұстаз, Айнұр ұстаз, қош келдіңіздер біздің елордамызға, астанамызға. Күннің суығына қарамай, қызметтік барыспен келіп қалып жатырсыздар. Өте қуаныштымын. Енді Алла нәсіп етсе, Рамазан айы тай басып жақындап қалды. 12 айдың сұлтаны болған Рамазан айын барлығымыз сондай бір сағынышпен, сағындырған Рамазан деп қазір ұстаздарымыз мешіттерде әртүрлі насихаттарды бастап кетті. Бүгінде біздің подкастымызды осы Рамазан жайында біздің оқырмандарымызға, көрермендерімізге бір пайдалы болсын деген ниетпен бастап отырмыз. Алдымен Гүлмира ұстаз, жалпы бірінші сұрақ өзіңізге қойсам, Рамазан айының мән-мағынасы неде және адамдарға қандай пайдасы бар? Жалпы Рамазан айы дегеніміз не? Осы жайында толығырақ бір тоқталып кетсеңіз. Рамазан айы жалпы айлардың сұлтаны деп келеді ғой, өйткені бұл айда Құран түсті дейді. Егер Рамазан айына тұспа-тұс келсеңіз, ораза ұстаңыздар дейді. Және де бұл айда сондай мың түннен де қадірлі қадір түні бар дейді. Қадір түнін өткізіп алған көп нәрседен махрұм қалады деп Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып кеткен екен да. Енді бұл Рамазан айын сұлтан қылғанда ол Құран екен. Өйткені Құран осы айда түседі. Және қарасаңыз, Рамазан айы өткен жылдардан былай бір жыл қайталанбайды. Әр жылы Рамазан айы басқа күндерге келіп тұрады. Сондықтан Бақара сүресінде осы Рамазан айының қасиеті туралы жаңағы алдыңғы пайғамбарларға да парыз етілгендей, яғни сіздерге де парыз етілді, ораза ұстаңыздар деп келеді, тақуалардан боларсыңдар дейді. Яғни бұл жердегі ораза демек тек қана мұсылмандарға ғана парыз болмаған екен, алдыңғы үмбеттерге де осы ораза парыз болған екен. Жалпы ораза бұл тазару айы. Тазару айы жаңағы бір жылдың 12 айдың ішінде бір жылды, 12 айдың ішінде бір айды Аллаға құлшылыққа арнау айы. Яғни өзіңді Аллаға арнау айы. Бұл айдың жалпы қадір қасиеті өте көп, хадистерде де өте көп келеді. Мұсылмандар осы Рамазан айын қалай жылап, қимай шарт салса, сол сияқты өте қадірменді қонақ келгендей қатты күтіп, сағынып қарсы алады. Рамазан айының өзінің ерекшелігі жалпы тәнді, жанды, иманды тазартуы. Одан бөлек жаңағы біздің тәніміз де тазарады екен. Иманымыз, жанымыз тазарған сияқты біздің тәніміз де тазарады екен. Керемет, яғни бұл айда адам өзін қуаттап алуға, Рамазаннан Рамазанға аман-есен жеткіз деп соңғы жаңағы Құран хатымның дұғасында имамдарымыз, үлкендеріміз бата беріп жатады ғой. Яғни Рамазан айы сондай бір ай, мейірімге толы, адамдардың рухани қуатталатын, жаны мен тәнін емдейтін, жаны мен тәнін сондай бір қуаттап алатын қасиетті берекелді ай дейсіз, машалла. Керемет. Келесі сұрақты Айнұр ұстаз, сізге қойғым келіп отыр. Жалпы Рамазанның рухани әсері және адамдардың өміріне, адамдардың әрбір адамға қандай сезім, жүректеріне бір Рамазан айы қандай махаббат тудыртады? Машалла, рахмет сұрағыңызға. Жалпы енді Рамазан айы келе жатқан кезде адамдар рухани тұрғыда бір жүректерінде сағыныш болады ғой. Ол қандай сағыныш? Рамазан айы сондай бізді Раббымызбен жақындататын,
біз басқа кездерде тек 5 уақыт намазымызда бір құлшылықтарымызда ғана бір Раббымызбен байланысқан сияқты болсақ, Рамазан айында бір 24 сағат Раббымызбен байланыста болатын сияқтымыз. Адамның жан дүниесі, рухани әлемі ол Раббысымен ғана қанағаттанады, жалпы Құранда айтады ғой, жүректер Алланы еске алу арқылы тыныштық табады деп. Рамазан айы ол біздің осы рухани азығымыз деп айтамыз, неге рухани азығымыз? Рамазан парыз етілген аятта Алла тағала айтады ғой, сендерге Рамазан айында ораза ұстау парыз етілді, тақуалыққа жетерсіңдер деп, яғни бұл дүниедегі біздің мақсатымыз, негізгі мақсатымыз Раббымыздың разылығына жетіп, сол мынау жүрегімізді қалбын сәлемге, яғни таза жүрекке жеткізіп, сондай бір тақуалықпен Раббымыздың алдына қайту, сонда осы Алла тағала біздің жалпы жан дүниемізді жақсы біледі. Бізді жаратқаннан кейін біздің бүткіл болмысымызды жақсы біледі. Алла тағала осы 12 айдың ішінде бір айды бізге тәрбие, мектеп, осы тазалану, Гүлмира ұстазым айтқандай, тәрбиелену, Раббысына жақындау айы ретінде бір тақуалықтың бағы сияқты қылып беріп қойды ғой бізге. Сондықтан да бұл Рамазан айы рухани адам егер өзін дамимын, қазір күшті адамдардың ұрандатып жүр ғой, даму керек деп. Алла тағала сондай бір айды беріп қойған, бізді рухани тұрғыда жаңа бір деңгейге жету үшін. Егер біз Рамазанға дейін басқа бір деңгейде болсақ, Рамазаннан кейін міндетті түрде бізде өсу болу керек, Раббымызға жақындау болу керек, тақуалыққа жету болу керек. Жаңағы аяттың өзінде ғалымдар айтады, неге мүмкін тақуалыққа жетерсіңдер деп. Алла тағала айтып тұр, себебі жалпы біздің бұл дүниедегі негізгі өзіміздің дамуымыздың жаңағы шегі ол тақуалық. Біз осы тақуалыққа жету үшін ұмтылып жүрміз ғой. Құранда Алла тағала тақуалардан, Алла тағала мүмкін тақуалардан боларсыңдар, тақуалардан қабыл етеміз деп қаншама нәрселер айтылған, тақуаларға дайындалған сыйлықтар бар деп, яғни жәннатты айтады. Сонда осы тақуалыққа жетудің нағыз бір жаңағы мектебі осы Рамазан айы. Өйткені Рамазан айында таң сәріден бастап адам сәресіне тұрады, тахаджуд намазын оқиды, ораза ұстайды күні бойы, және де барлық Алла тағаланың бізге иманымызға бұйырған нәрсенің барлығын жасайды. Сонда ғалымдар айтады осы аятты, ей иман келтіргендер, сендерге осы ай жаңа парыз етілді деген кезде неге иман келтіргендер деп айтып тұр дейді. Себебі жай ғана адамдар деп айтылып тұрған жоқ. Бұл жерде әрбір жүрегінде Раббысына сенген иманы бар адам осы айдан тақуалық жинап қалу керек та. Осы иманын күшейтіп қалу керек екен. Сонда егер осы айдан осы ай келіп тұрып, иманы болып тұрып, ешқандай пайда алмай шыққан адам ең құрдымға кеткен адам дейді. Себебі мысалы сіз оразада қанша сағат қарныңыз ашып тұрды, енді ауыз ашатын сәтте сіз тамақ ішуді күтесіз ғой. Тура сол сияқты сізге ешкім тамақ бермей қойса, қандай қиын жағдайда боласыз дейді. Ал енді біз 11 ай бойы біздің рухымыз мысалы дүниемен, әртүрлі жаңағы күнәлармен ластанды, шаршады. Енді осы Рамазан ай келген кезде осы біз қалай қарнымыз ашқан кезде тамақты күтеміз, біздің жан дүниеміз, иманымыз, рухани әлеміміз осы Рамазанда Раббысымен соншалықты байланыста болуды күтеді. Себебі бұл айда шайтандар кісенделеді, Алла тағала бізге соншама сауаптарды уәде беріп қойған. Жәннаттың есіктері ашылады, тозақтың есіктерін жауып қойғанда. Керемет. Шындығында сіздер де сезіп жатқан шығарсыздар, Рамазан айы жақындаған сайын жаңағы күнде әртүрлі стористерден көріп жатамыз ғой, 18 күн қалды, 17 күн қалды, бір Рамазанға деген сағыныш, яғни бұл рух қой, рухымыз сағынып сол күннен күнге күн өткен сайын бір күтіп жүрген сондай бір сезім жүректегі. Сондықтан машалла керемет айтып бердіңіз, Алла разы болсын. Келесі сұрақ Гүлмира ұстаз сізге қойсам, Рамазан айында адамдар тек қана тәнмен емес, жан да тазартады. Осы жан тазалығын қалай толықтырсақ болады? Көбіне қыз-келіншектердің қоятын сұрағы, енді ораза ұстаймын таңнан кешке дейін, басқа қандай амалдар жасасам болады дейді. Яғни рух аш қой, рухты да азықтандыру керек. Біз оны немен азықтандырамыз? Құранмен, пайғамбарымыздың сүннетімен, яғни зікірімізбен, истихфарымызбен, тағы сол сияқты әртүрлі дұғаларымызбен. Осы рухтың азығын Рамазан айында бір ай сауаптары еселенетін айда біздің қыз-келіншектеріміз қандай
құлшылықтармен толтыру керек? Жалпы біз қазір Рамазанға дайындалатын кезде ауызашарда не жейміз, жаңағы уже дайындап жатырмыз. списокті дайындап жатырмыз. Енді біз келіншектер жаңағы таңертең жаңа сәресінде не жейміз деген сияқты меню жасап жатады, сол сияқты ағзамызды да дайындауымыз керек екен. Өйткені басында бәріміз сонда құлшыныспен кіреміз да, бір қанша күннен кейін жаңағы шаршап қаламыз, ұйқымыз қанбай қалады, құлшылыққа деген уже жаңағы неңіз ықылас төмендеп кетеді. Неге? Өйткені денедегі жаңа шлактар шыға бастайды дейді. Шлактар шыға бастаған кезде адамның жаңа шаршауы да несі де не қойды. Сондықтан Рамазанға дейін жаңа қарыз оразалар бар ма, жаңағы керек дәрумендер бар ма, соларды ішіп өз-өзіңізді дайындау. Сол сияқты біз де өзіміздің жанымызды дайындауымыз керек. Жаңа айтып кеттік қой, Айнұр ұстаз айтып кетті, жаңағы бүкіл кісенделеді. Яғни ораза кіргенде бүкіл жаңа шайтандар кісенделеді дейді. Адам өзінің нәпсісімен қалады дейді. Біздің әдет болып кеткен, жаңағы тілімізге әдет болып кеткен, әрекетімізге әдет болып кеткен, өзіміздің әрекетімізбен бетпе-бет қаламыз ғой. Жалпы мынау қажылық біткеннен кейін басталады дейді ғой. Көбінесе қазір умраға барып жатыр, қажылыққа барып жатыр, бірақ сол кезде бір жылап, жаңа стористерге салып жатамыз, жаңағы, бірақ та келгеннен кейін ондай нәрсе әсерлері біраз күннен кейін жоқ болып кетеді. Неге? Ал негізінде ол сіз сол жердегі умраңыз немесе қажылығыңыз қабыл болды ма, болмады ма, сіз елге келгеннен кейін ол белгілі болады екен да. Сол жердегі алған жаңағы неңізді, азығыңызды сіз енді өміріңізге қолдану керексіз. Сол сияқты мешітте барлығымыз тып-тыныш, жаңағы айғайламаймыз, шуламаймыз, мешітте намазымызды оқимыз, жаңағы дауыс көтеріп сөйлемеңдер дейді. Сол сияқты бүкіл жер бетін Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмбетіне мешіт қылып берді дейді. Біз қай жерде де, таза жерде, жаңа сол сияқты бізді демек жер бетінде солай өмір сүруіміз керек қой. Татулықпен өмір сүруіміз керек. Егер енді оразада бір ай бойы мешіттен қалмады, жаңағы оразасын ұстады, бірақ ораза біте салысымен баяғыдай болатын болса, онда оразаның бізге ешқандай да пайдасы жоқ екен да. Бұл құлшылықтардың барлығы не үшін? Біздің жанымызды тазарту үшін екен. Бізді тақуалыққа тәрбиелеу үшін екен. Ораза ұстаймыз, сабырлыққа үйренеміз. Намаз оқимыз, ол жерде де сабырлық, жаңағы жаман нәрсе айтуға болмайды деген сияқты өз-өзімізді үйретеміз. Егер де ішіп жемнен тыйылғандарыңды қайтейін, егер де жаман әрекеттерден, әдепсіздіктен тыйылмасаңдар дейді екен да. Сондықтан осы оразада менің оразам қабыл бола ма? Мен осы оразамды дұрыс ұстап жатырмын ба деген уайым болу керек екен да. Біздің уайымымыз, Алла Тағала менің осы оразамды қабыл етіп жатыр ма екен? Менің осы ораза біткен кезде менің шынымен де менің мінезім өзгере ме екен деген бізде уайым болатын болса, яғни рухани азық деген сол екен. Тілімізді тыю, жаман әрекеттерден сақ болу, бір-бірімізді аңғымау дейді, бір-бірлеріңді аңғымаңдар, бір-бірлеріңнің жүректеріңді ауыртатын сөздер айтпаңдар, бір-бірлеріңізді қақыларыңызға кірмеңіздер, жаңағы өсек айтпаңдар деп келеді ғой. Сондықтан осындай нәрселерден, жаман әдеттерден анализ жасау, жоспарлау. Осы айда, жалпы өмірде солай жоспарлау, қазір жаңағы жоспарлау. Осы айда мен қанша сағатымды Құранға арнаймын, қанша сағатымды намазға арнаймын, және қанша сағатымды зікірге арнай аламын. Яғни сіз тамақ істеп жүріп, үйді тазалап жүріп, балаларды мектепке апара жатырып, оларды дайындап жатырып, сіз салауатыңызды айта аласыз, жаңа неңізді, зікірлеріңізді айта аласыз, а Құранға енді отыру керексіз ғой. Құранға отыру керексіз. Сондықтан сол сағаттардың бәрін жоспарласақ, онда күніге сол жоспарды жазып отырсақ, мен бүгін мысалға осынша сағатымды Құранға арнадым. Сонда өзіңізге бір керемет нәтижесіне не қыласыз да? Сол кезде сіз сонымен айналсыз, яғни біреудің өмірін аңғуға, біреуді жаңағы өсектеуге олдай болмайды, оған уақыт болмай кетеді да. Сондықтан осы айда барынша өз-өзімізді тәрбиелеуге, рухани азық алып қалуға, жанымызды, тәнімізді толығымен тазартуға тырысуымыз керек екен. Машалла. Керемет. Гүлмира ұстаз, жаңа айтып жатсыз ғой, бұл қыз келіншектерге өте пайдасы зор деп ойлаймын. Негізі өзім үнемі жалпы
парақшада болсын, кездесулерде болсын, әйел адамдарға жаңағыдай өз уақыттарыңызға салғыртпен, салақтықпен қарамаңыздар. Күндеріңізді жоспарлап отырыңыздар. Бүгін не істеймін? Тамақ істесең, тіпті жұмыс жасамай үйде отырып тамақпен, іспен айналыссаңыз да, үйдің шаруасымен айналыссаңыз да, соның өзін жоспарлап қойыңыздар. Әйтпесе ер азамат үйге кірген кезде ренжіп, не кір жуылмаған, не тамақ істелмеген, не балалардың оқуы оқытылмаған, яғни әйелде жүйе жоспар жоқ деп. Дәл сол сияқты Рамазан айында бір ай бойы әрбір күніңізді реттілігімен жасау үшін, ол жерде құлшылықтың реттілігі, сіздің жоспарыңыз болу керек болады. Иә. Енді осы тұста мен жақында сізде байқап қалдым, шаңырақ дейтін керемет бір шырақ. Шырақ деген күнделік. Осы күнделік туралы толық айтып жоспарлау күнделігін жасап шықтық. Бұл жерде ең маңыздысы, ол жерде маңызды істер, шұғыл істер, шұғыл емес істер деп жаңағы неге бөлінеді. Мысалға біздің көп шаршай беретініміз, миымызда көп жаңағы нелер бар, жоспарлар бар, мәліметтер бар, бірақ оны іске асырамаймыз. Неге? Бізде өйткені олар қағазға түспеген деп айтамыз да. Қағазға түспеген, сіз жоспарламасыз, жасамадыңыз. Нені жасағаныңызды білмейсіз. Сондықтан бүкіл нені жазу. Жазған кезіңізде жаңа қалам деген сүре бар ғой Құранда. Адамға қаламмен жазуды үйретті дейді. Яғни бүкіл мақлұқаттың ішінде, Алла Тағаланың жаратылыстарының ішінде адам ғана қаламмен жаза алады екен. Қаламның демек құдірет күші бар ғой. Құдірет күші бар. Алла Тағала бізге сондай керемет құдірет күш берді. Қаламмен жазған кезде демек оның бір өзінің мәнісі бар да. Сонда сіз жаңағы жоспар күніге аптасына немесе қанша сағатыңызды кітап оқуға арнайсыз немесе, туысқандармен арасында қарым-қатынас, ол да керек. Оны да үзбеу керек. Оған да уақыт бөлу керек. Уақыт бөлсеңіз ол да бөлмейді. Қай нәрсеге жаңағы уақытыңызды бөлесіз, қалай жоспарлайсыз, соның барлығын жазу. Сосын енді ол күнделік өзім қыз кезімізден күнделік жазамыз ғой біз, бізге Совет өкіметінің сол нелеріміз ғой. Сол кезде жаңағы күнделік ол сіздің жанында жүреді. Мен оған пайғамбарлардың, Құрандағы пайғамбарлардың дұғаларын қостым. Күнделікте сол дұғаларды ең болмаса бір дұғаны жаттап алсаңыз да, күнде оқи берсең жатталады ғой дұға. Сіздің былай айтқан кезде Құраннан бір дұғаларды білу. Одан соң күнделікті намаздан кейін айтылатын дұғалар деген бар, сосын шүкіршілігім деген несі бар. Шүкіршілігім деген колонкада күніге сіз неге шүкір етіп жатсыз? Қай нәрсенің көбейгенін қалайсыз, соған шүкір етіңіздер дейді. Шүкір етсеңдер арттырам деп келеді Құранда. Нығметтерін, зиядасын берем дейді. Демек, не нәрсеге сіз шүкір етесіз? Денсаулық керек па? Шүкір етіңіз. Қай денсаулығыңыздың қай жеріне? Қолымыздың мына иіліп тұрғаны, көзіміздің көріп тұрғаны, яғни шүкір етіңіз. Балаларыңызбен қарым-қатынасты дұрыстағыңыз келе ме? Оған да шүкір етіңіз. Сондай шүкіршіліктер, оған сіз уақыт бөлген кезіңізде ол да арттырады екен. Соған байланысты аят және астында күнделікті оқитын дұғаларды келтірдім. Керемет. Яғни қыз-келіншектерге беретін кеңесіміз Рамазан айыңызды мұқият, жоспарлы түрде, яғни тәніңізбен қоса руханиятыңызды, құндылығыңызды күшейткіңіз келсе, осындай күнделіктерді алып, бір ай бойы жұмыс жасап, өзіңіздің рухани бір бойыңызда құндылықты жоспарлап, иман байлығының күшеюіне әкелетін. Жаңағы Нұр сүресінде нұр деп келеді ғой, олар мүминдер сондай іштерінен жарық шығып тұрады дейді. Яғни барлық жақ қараңғы болса да олар жарық беріп тұрады дейді. Сондықтан біз жарық беруші, өмірімізге, өзіміздің ғана өмірімізге шырақ сыйлаушы емес, жан жағымызға шырағымызды, нұрымызды сыйлаушы ана, әйел болайық. Рахмет, Гүлмира ұстаз. Өзіңізден нұрыңызды шуақ шашып жүретін жансыз ғой. Алла Тағала екі дүниеде жүзіңіз жарық етсін. Шын жүректен құттықтаймын. Алла Тағала берекелі етсін. Осы ісіңізді, жоспарыңызды, осы жасап отқан жұмысыңызды иншалла. Айнұр ұстаз, келесі сұрақ өзіңізге қойсам. Рамазан айы енді 12 айдың сұлтаны болған, ерекше болған, мейірімге толы, сағынышқа толы Рамазан айы. Осы Рамазан айының ерекшелігі туралы тоқталып кетсеңіз. Жаңа айтып жатырмыз ғой, енді Рамазан айы Алла Тағала бізге берген үлкен бір нығмет айы деп, 12 айдың ішіндегі. Сонда ғалымдар айтады, бұл айдың артықшылығы, көптеген артықшылықтарын айтқанда. Ең бірінші,
осы Рамазан айы келген кезде біз енді рухани тұрғыда тазарамыз, Аллаға жақындаймыз деп ниет етеміз, тақуалық қыламыз, амал қыламыз деп. Бірақ біз пендеміз, біз бір қарымтаны күтіп тұрамыз, сыйлықты күтіп тұрамыз, марапаттауды күтіп тұрамыз. Алла тағала бізді қатты жақсы біледі, бізге бұл айда бір бонустар беріп қойған сияқты дейді. Біз бір нәрседен бонус күтеміз ғой. Рамазан айында да бізге сол нәрсеге ынталандырып, сонда бұл айда бүкіл тозақтың есіктері жабылады дейді. Және ашылмайды дейді бұл айда. Және жәннаттың есіктерінің барлығы ашылады дейді. Және бұл айда шайтандар кісенделеді дейді. Мысалы, және бұл айда біздің амалдарымыз, мысалы басқа кезде бір жаңағы парыз жасайтын болсақ, Рамазанда бір парыз жасағанымыз 70 есеге көбейтіледі. Сонда ойлаңыз, әрбір істеген амалымыз көбейтіліп тұрады. Сонда бұл бонустарды естігеннен кейін адамның құлшылыққа деген ынтасы, ықыласы одан сайын артады дейді. Алла тағала бізге сондай мейірімді, мысалы шайтан ауғузубиллахилар байланады деп айтамыз ғой, біз жан дүниемізді тазартатын ай. Біз үйді жинайтын болсақ, әйелдер затына, әйелдерге түсінікті тілде айтатын болсам, үйден адамдардың бәрін шығарып тастап, бір рахаттанып жинағымыз келеді ғой дейді. Сол сияқты Алла тағала бізге Рамазан айында жан дүниемізді тазартуға шайтан жаңағы бұзақы жындар мен шайтандарды байлап тастаған дейді. Және нәпсімізді де тізгіндеп берген. Себебі нәпсі үшін ең ауыр нәрсе ол мына тамақ екен. Нәпсі мысалы тамақ жеген сайын семіре береді ғой. Сонда бізден нәпсіні тыйған кезде нәпсі үшін ең ауыр нәрсе осы тамақтан тыю екен. Сонда нәпсі әлсірейді. Сонда енді Алла тағала айтады, міне енді рухыңды тазала, рухыңды нәрлендір. Рухымызды тазалайтын не нәрсе? Рухымызды тазалайтын ол истихфар, Алладан кешірім сұрау. Алла тағаладан жаңағы бүкіл күнәларымыздың үшін кешірім сұрап, тәубеге келу. Және де күнәлардан тыйылу. Жаңа Гүлмира ұстазымыз айтты ғой, біз тек қана асқазанымызды астан ғана емес, көзімізді тыюымыз, құлағымызды өсектен тыюымыз, көзімді харамнан тыюымыз, тілімізді өсектен, жаман сөздерден тыюымыз. Міне осының барлығын тыю арқылы біздің жүрегіміз ана күнәлардан, қарайып кеткен жүрегіміз истихфар арқылы тазаланады. Енді жүректі нәрлендіретін не? Жүректі Алла тағала біздің жүрегімізді тек қана тазалап қана қойыңдар демейді, оны нәрлендіріңдер құлшылықтармен, намазбен, түнгі намаздармен, тарауих намазымен, және де Құран оқумен. Біз сол арқылы ана тазаланған кезде жүрегімізге не береміз? Нәр береміз. Міне сонда Рамазаннан кейінгі біздің жан дүниеміз міндетті түрде өзгеруі керек болатын. Содан да өйткені Алла тағала уәде берген бізге де осы құлшылықтар біздің нәпсімізді міндетті түрде тәрбиелеу керек. Егер шынайы Раббымыздың разылығы үшін жасайтын болсақ. Сондықтан бұл ай біз үшін ерекше ай болатындығы Алланың оны ерекшелеп қоюымен. Жаңа айтты ғой, күндердің ең сұлтаны жұма. Түндердің қадірлісі ол қадір түні, ал айлардың қадірлісі Рамазан айы. Сондықтан біз Рамазан айын күтуіміз керек, дайындалуымыз керек, және сол айдан құр қалмас үшін мен тіпті Рамазан айы болған кезде бүйтіп енді жатып атсам, Рамазан өтіп баратыр, бір сағат өтіп баратыр, орнымнан қалай атып тұрғанымды білмей қалам да. Сонда әрбір сәтін, әрбір минутын, әрбір секундын пайдалы өткізуімізге тырысуымыз керек екен да. Себебі Рамазанға дейінгі бар ғой, сахабалардан Рамазанға дейінгі бір сахаба қайтыс болады, кейін тағы бір сахаба Рамазаннан кейін қайтыс болады. Бірақ екеуі бірдей исламға келген, бірдей құлшылық еткен, кейін бір сахабаның түсіне кіреді екен да. Сонда Рамазанға дейінгі қайтыс болған сахаба жәннаттың төменгі жағында, ал Рамазаннан кейін қайтыс болған одан дәрежесі жоғары дейді жәннатта. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұраған кезде ол Рамазан деген. Екеуінің айырмашылығы Рамазан. Яғни бір Рамазан оның жәннатта дәрежесі жоғары болуына себеп болды. Сондықтан да біз осы Рамазан айына тұрақты түрде жоспармен, жаңа Гүлмира ұстазым айтқандай дайындалып, енді Рамазан басталысымен бізде көбір бүйтіп атады, Рамазан бітейін деп атқанда айтады. Ой, Рамазан өтіп кетті, көңілім толмай жатыр, көбін өткізіп алдым деп өкініп жатады. Өкінбес үшін біз алдын ала дайындалуымыз керек та Рамазанға. Сондықтан бұл Рамазан мүміннің жүрегінің бақшасы, мүміннің жүрегінің бір нәр іздейтін, сондай нәрленетін уақытысы, иншалла сол уақыттарды бос өткізіп алмауымыз керек екен да. Машалла, берекелді, сондай сауапқа толы айларда
әрбір күнді, әрбір уақытты бағалы қылып өткізу керек дейсіз ғой. Иә. Ол Құран түсумен ерекше болғаннан кейін мүмкіндігінше Құран оқумен, хатым түсірумен өткізуге тырысу керек. Сол үшін үнемі айтамыз, иә, сауат ашу курсына 11 айдың ішінде барып алыңыздар, ұстаздарға барып діни сауат ашу курсын оқып, Құраннан, тәжбидтен ілім алыңыздар деп. Бізде көбіне дүниенің тіршілігімен жүреді де, осы Рамазан айы міне келген кезде бірінші күннен бастап ұстаз мені Құранға алыңызшы, дәріс ашыңызшы, курс ашыңызшы деп жамағат, жалпы әйел қауымдары шулап кетеді ғой. Сондықтан 11 ай бойы осы айды ерекше мейірімді қылып өткізу үшін әрбір адам ілім алып, осы Рамазанға тек қана жаңағы қолына Құранды алып, Рамазан айына міне деп кіріп келетіндей келдім, дайынмын деп хатымын оқып, құлшылықпен ерекше қылып өткізуге дайын болу керек. Мысалы, Рамазанға дейін Құраны мысалы былай жай оқитын болса, Рамазаннан кейін сол деңгейі көтерілу керек қой. Рамазанға дейін Құранға түспесе, міндетті түрде Рамазанға Құранға түсіп, яғни Құранмен байланысым қандай менің? Осы Рамазанда менің Құранмен байланысым күшею керек. Намазбен байланысым күшею керек. Менің осы Рамазанда білімім, діни білімім күшею керек. Зікірім менің, иә. Сол әрбір құлшылығым Рамазанда жоғарғы деңгейге көтеріліп шығу керек та. Сондықтан мен әлі Құран оқи алмаймын ғой, Құран оқымай жүре берсем болады емес. Мен егер мына Рамазанға дейін Құран оқи алмай жүрдім ба, бір әріп болса да Рамазанда үйреніп, ең болмаса ежіктейтін дәрежеге жетуім. Егер ежіктеп жүрсем, жүргізіп оқитын дәрежеге жетуім. Егер 10 сүре білсем, 20 сүреге жеткізуім деген сияқты менде сондай бір талап болу керек. Сонда ғана біз Рамазаннан бір рухани дамып шығамыз. Ал егер біз баяғы жартас, сол жартас, әйтеуір ораза ұстадым деген немен жүретін болсақ, бізде онда қалайша бізде өсу қалай болады, иә, мысалы. Өсу болмайды дейсіз ғой. Иә, рухани түрде өсу болмайды. Машалла. Рамазан айын ерекше қылып өткізу үшін алдымен Рамазан айын жоспарлауға алу керек алдын ала. Одан кейін барып, сол Рамазан айын иншалла ерекше өткізетіндей құнды, ерекше қылып ниет дұрыс болу керек бірінші, одан кейін ерекше өткізуіне әрбір жан өзі атсалысу керек, иә. Жақсы. Келесі сұрақ, Гүлмира ұстаз, өзіңізге. Енді Рамазан айы бұлай өте жаңағы ерекше дейміз, иә, сауаптар еселенетін ай дейміз. Енді осы айда адамдар қайырымдылықпен айналысады. Зекет береді, садақа береді, пітір садақа береді. Осы айда осы беретін садақалардың құндылығы қаншалықты рөл атқарады осы Рамазан айында берген? Жалпы Рамазан айында сауаптардың бәрі 700 есеге еселенеді ғой негізінде. Еселеніп жатады. Сондықтан ол жердегі басты сіздің ниетіңіз, ниет Алла ризашылығы үшін болу керек. Осы айда барлығы барынша сауап жинап қалуға, қоржындарына сауапты жаңағы тонна қылып жинауға асығады. Сондықтан осы айда зекетті де осы айда беріп жатады, жаңағы садақаларында ауызашарлар береді, жаңағы бір қолынан келгенше жаңа айтады, жарты құрмамен болса да ауыз аштыруға асығыңыздар дейді екен. Яғни сонда олында таппасам ше дегенде, анау арықтан суды алып болса да ауыз аштыр дейді. Яғни біз қолымыздан не келеді, соны жасап ауыз аштыруға тырысуымыз керек екен да. Біз ауызашар жасаймын дегенде, ой, мен жағдайым жоқ дейміз да. Бірақ туған күн жасаған кезде бүкіл жаңағы тапқанның бәрін салып дастарханға қояды. Ал ауызашарға олай жасамай. Неге? Құндылықты түсінбей жатырмыз да. Негізгі жаңағы сіздің Алланың алдында баратын дастарханыңыз, ол ауызашар дастарханыңыз. Сіздің жаңағы қаншалықты енді бір ауызашар жасап, бүкіл ақшасын соған құрту емес, сіз жаңағыдай тағы да жоспарлауға тағы келемін. Бюджетіңізді жоспарлаңыз. Ол жерде көп адам тамақ өзі күні бойы ораза ұстап жүрген адам көп та жемейді ғой. Яғни сол негізі жаңа ысырапшыл болмаңдар дейді ғой. Ысыраптыққа жол бермеу. Бірақ та қонаққа жайылған дастархан ысырап болмайды деп айтып жатыр. Бірақ та сонда да сіз ол жаңағы сомамен біраз тағы да адам шақырар едіңіз деген сияқты да. Сондықтан жоспарлаңыз, ақылдасыңыз, қалай болады екен, қолымнан өзім не жасай аламын. Енді үйіңізге шақыра алмасаңыз, бізде бір жаңағы келіншекті білем, үйінен тамақ жасайды да. Сөйтіп кешке жақын мешіттің алдына әкеп жаңа тамақтарды, енді студенттер жүреді, ары-бері сол ауыз ашыңдар деп соларға таратып береді тамақтарын. Қайырымдылықпен айналысады. Яғни ол үйіне шақыра алмайды, бірақ қазанға
тамағын, бір қазан тамақтан қанша адамға сол тамақты бөліп береді. Оның өзі қандай сауап, иә? Сол сияқты сіз қолыңызда не келеді? Жаңа құрма тарата аласыз ба? Су таратып жүреді. Бізде имамдар жаңағы пробкада қалып қойып, Алматы өте жаңағы пробка ғой, тура жұмыстан қайтатын уақыт. Сонда жолда тұрып жаңағы су, құрма таратып тұрады. Оның өзі қандай сауап. Енді оған не алмасаңыз да келіп мешіттің алдында жамағатқа қызмет ету, жаңа дастархан әр мешіттің жанында Рамазан шатырлар құрылады Алматыда. Сол шатырларда ауызашарлар беріледі. Соған келіп ең болмаса қызмет ету. Оның өзі де сауап қой. Сондықтан бұл айда барынша сауап жинауға, жаңағы сауапты алып қалуға тырысу керек. Өйткені бір күн ораза, нәпіл ораза ұстағанның дейді 70 жыл тозақтан ұзатылады екен. Ал ондай болатын болса, парыз оразаның сауабы қандай керемет, иә? Сондықтан қайырымдылық жасауға негізі ораза бұл адамды мейірімділікке үйретеді ғой. Өйткені өзі аш болып тұрған кезде аш бала тоқ баламен ойнамайды деп айтылып жатады ғой. Ал сонда аш болып тұрған кезде аштың халін түсінеді да. Жоқшылықтың сезінеді. Өзін ұстаудың несін сезінеді. Сондықтан бұл айда барынша қайырымдылық жасайық. Бұлай мейірім ай деудің үлкен астарында бай адамның кедей міскіннің жағдайын халіне түседі. Таңнан кешке дейін аш жүріп, жаңа енді күнде байшылық, не бір ресторанда, не бір жаңа қазы қарта жеп қалған азаматтар бір ай өзін таңнан кешке дейін асқазанын ашықта ұстағаннан кейін міскіннің жоқшылықтың деңгейіне түсіп соны сезінеді. Ал кедей кепшік жаңа міскін адамдардың, жаңа бай қуатты адамдардың зекет беруімен, көмектесуімен, жаңағы енді шындығында продукт апарып жатады, ет апарып жатады, мешіттерде қайырымдылық өте көп жасалады ғой. Сондай жағдайда жаңағы жоқшылықты көрген адамдар шүкіршілігі артып, адамға деген рахмет алғысы күшейіп, яғни бай мен кедейшіліктің арасында бір баланс, қарым-қатынас, бір мейірімділік, жақсылық орнатады, жақындық пайда болады. Жалпы ислам діні барынша қоғамды ізгілікке тәрбиелейтін дін ғой. Қарым-қатынастардың барлығы сақталған дін. Осы жерде бай мен кедейдің арасындағы бір-біріне деген жақындықты, бұл қайырымдылық, зекет деген нәрсе соған үйретеді. Мысалға, егер де Алла ризашылығын шынымен ойлаған адам болатын болса, осы Рамазан айында сіз күнделікті өзіңіздің бай дастарханыңыздан емес, соны азайтыңыз. Қайтаға оның жаңағы несін басқа бір міскіндерге беріңіз. Яғни біз бұл жерде оразада қарынды тойдыру емес қой. Мақсат қарынды тойдыру емес. Мақсат бұл жердегі Алла ризашылығы үшін оразаның қабыл болуына жұмыс жасау. Сондықтан сіздің оразаңыз қабыл болу үшін бөлсіңіз, бөлісіп үйрену. Бұрын бөлсамай жүрген болсаңыз, аз-аздан бөлсіңіз. Бұрын беріп үйренбеген болсаңыз, беріп үйреніңіз. Үйіңізге қонақ күту әйелдерге қазір өте қиын болып баратыр. Үйімізге қонақ күтамай жатырмыз. Бұрын айтып жатамыз ғой, бір комнатада қаншама адам күтетін едім, қазір 3 комнатада күтамай жатырмын деген сияқты. Тамақ пісіруге ерінеміз, Бұрын біздің аналарымыз, апаларымыз қалай қонақ күткен. Ал біз қазір бәр дайын болса да, сондықтан өзіміздің нәпсімізді кішкене тәрбиелейік, сауап жинауға үйренейік. Дұрыс айтасыз. Мына жерде жаңа айтып жатырсыз ғой, қазір дайын дүниені алатын болдық деп, сауапты іске. Әйелдің қолынан қазан кетсе, береке кетіп қалады сияқты, менімше. Қазан үйде қайнау керек, ыстық тамақ пісу керек, балалар оны көру керек. Отырып үйдегі жаңағы жақындықты, қарым-қатынасты, бір-біріне деген мейірімділікті күшейтетін нәрсе ол отырып бірге дастарханда бірге бас қосу, сол жерде тамақты жасауған, анасының жасаған тамағын ішу. Бала көру керек, ертең күні айтып отыратындай менің әжем, менің анам. Құндылықтарды сіңіру керек қой бала. Осыдан басталатындығын білу керек та. Ертең де ол өзі отбасы болған кезде, ол да сол отбасының бір жауапты бір мүшесі болады ғой. Сол нәрсені оны көрмесе ол қалай сіңіреді ертең?
ол баланың бір жағынан балалық шағындағы анасының ертеңгі күні өзінің ұрпағын айтып отыратын, менің әжем, менің анам кішкентай кезімізде біз ораза ұстайтынбыз, бізге осындай тәтті тағамдар жасап дайындап беретін деген сондай бір көз алдындағы картинкасы, көз алдындағы бір естелігі оның мәңгі дүниедегі кейінгі ұрпағын айтатын бір ғибрат болып қалар еді. Әйел адамның өз қолымен өз отбасына жасаған және өзге адамдарға да міскіндерге тамақ жасап таратуы үлкен сауапты. Біздің Шымкент жақта, оңтүстік жақта мына ауызашарлар жасалады ғой. Ауызашарлар жасалғанда бүкіл балалар қызмет етеді. Жас жаңағы жеткіншек балалар қолға су құю, үлкендердің қолына су құйып шығады. Одан соң жаңағы тамақтарды тасиды. Сосын ана жай намаздарды төсеудің өзі. Бұлардың барлығын қазір қарап отырсақ тәрбие екен ғой. Жаңа қызмет, тәрбие, үлкенге жаңағы ораза ұстағанға қызмет ету. Сонда ана жерде барлығы жүгіріп келіп, келіндер болсын, осы жерден бір бауырсақты пісіріп берсек те, жаңа сауабын алайын деп, сол қызметте болып қалады да. Дұрыс айтасыз, Осы айтып жатқан кезде мектеп кезім есіме түсіп жатыр. Мектеп кезімде 10-шы сыныпты оқып жүрген кезімде осы Рамазан айындағы ең бірінші тарауық намазына бару себеп болды. Негізі намаз бастауыма менің. Сол 10-шы сынып кезде енді ата-ана да көп жібере бермейді. Ол кезде қыстың кезінде келді ораза айы. Сол кезде жаңағы сол жердегі үлкен апалар айтатын. Енді біз қыз баламыз, қыздар кешкісін келіңдер, осы жаңағы ауызашар беріледі, осы жерге дастархан жаясыңдар, көмектесесіңдер деп. Сол кезде, ораза деген, енді 10-шы сынып мектеп оқушымыз, оразаның не екенін, оның қадір қасиеті, ол жерде әрбір жасаған жұмыстың қызметтің сауап болатынын түсінбесем де, сол жерге барып, жаңағы қызмет етіп, сол жердегі өзім сияқты қыздармен, апайлармен бірге жүріп, араласып, осы ауызашар беру деген не екен, тарауық намазда, 20 ракағат намазда тұрып оқуды қызық көріп, жаңағы сол кезде ұзын киіп, орамал таққанды қызық көріп, сондай бір балалық қызығушылықпен келіп, бірақ қазір сол кездегі үлкен тәрбиесі қызметте болған екенбіз. Енді Алланың құзырында ол сауаптардан жазылады ғой әрине. Дегенмен де сол тәрбие болатын. Дастарханды жаю, жаңағы бауырсақ тасу деп жатырсыз, жаңағы тамақ тасу, одан кейін сол мешіттің ішінде жинап, пылесостап, сол жерді тазартып, сол кезде апалардың айтатын батасы соңында кетіп бара жатқан кезде бақытты болыңдар, үлкен азаматша болыңдар деп айтатын сол кездегі апаларымыз. Өздері сосын тарауға кетіп қалған, ана жердің барлығын жинап бітіреміз ғой. Сол кездегі бақытты болыңдар, үлкен азаматша болыңдар деген, болашақтан жарқын болсын деген батасы екен ғой деп қазір ойланып отырамыз. Сосын енді өзіміздің қызымызға айтамыз енді қазір сол дүниелерді. Сондықтан балаға жаңа айтып жатсыз ғой, қол жуу деп, бір жағынан қызмет, бір жағынан сауап, бір жағынан баланы еңбекқорлыққа тәрбиелеу ғой енді. Жаңа қолға су құйған кезде ол еңкейеді ғой. Еңкейіп, ана былай айтқан кезде оның қазіргі жастарға бірдеңе айтсаң көтере алмай жатқаны, біз ондай қызметтерді үйретпедік қой. Дұрыс айтасыз, Ондай қызметті үйретпедік. Бізге жаңа бар еңкейіп су құюдың өзінің тәрбиелік мәні өте керемет нәрсе екен ғой. Баланы қандай тәрбие? Осы дәстүрді біз әйел қыздар секторында, мешіттегі, аналар мектебі, қыз-келіншектер клубында үйретіп жатырмыз. Солай ғой. Машалла, керемет. Алла разы болсын, Гүлмира ұстаз. Келесі сұрақты Айнұр ұстаз сізге қойсам. Жалпы осы Рамазан айында жүкті әйелдерге ораза ұстауға бола ма? Қоғамда жалпы негізі шариғат бойынша әйел адам сол жүктілік кезде босатылғанымен, оның негізгі өмірдегі мойнынан түспейтін парыз амал ғой. Сондықтан ол кейін баласы қосымша тамақ жейтін халге келген кезде ана келесі оразаға дейін міндетті түрде ұстап тастау керек. Осы тұста болады, болмайды дейтін қыз-келіншектердің арасында біреуден былай тыңдадым ұстаз, біреуден былай тыңдадым деп жатыр. Нақтысын айтып берсеңіз, жүкті әйел ораза ұстауға бола ма? Және осы Рамазан айында қандай әйел адамдарға ораза ұстауға болмайды? Немесе ораза уақытша ұстамағанмен оның кейінгі өтелетін оразасы қалай болады? Сол жайында айтып берсеңіз. Құранда Алла тағала Бақара сүресінің 185-ші аятында айтады ғой, сендерге белгілі бір уақытта ораза парыз етілді дейді. Бірақ араларыңда біреу науқас болса, немесе жол сапарда болса, онда олар босатылады, және басқа
айларда оның қарызын өтесін дейді. Яғни біз әсіресе әйелдер затында енді оразаға байланысты түрлі бір қиындықтар, кедергілер бар. Енді ол табиғи жол. Енді біріншісі бұл әрине біздің ай сайынғы келетін үзілістер, иә. Бұл нәрседе бізді намаз оқыған кезде біз ол уақытта намаз оқымаймыз, бірақ оның қазасын өтемейміз. Ал Рамазан айының айырмашылығы, Алла тағала соншалықты Рамазанның құндылығы бұл айдағы жаңа біздің ұстамаған оразаларымызды басқа айларда міндетті түрде өтеуіміз керек. Иә? Мысалы, егер 10 күн болатын болса, қарыз келесі Рамазан басталғанға дейін біз соның қарызын өтеп бітуіміз керек. Енді әйелдерде түрлі жағдайлар болады. Немесе ол жүкті болып жүреді, немесе босанып жатады, немесе бала емізіп жүреді. Осындай жағдайларға байланысты, егер әйел адам өзінің денсаулығына қауіп төнетін болса, дәрігер тыйым салса, онда ол уақыттарда оразасын ұстамауына болады. Бірақ тағы да келесі баласын босанғаннан кейін ораза ұстауға шамасы келген кезде, ол келесі оразаға дейін қарыздарын өтеп тастау керек. Енді мынандай жағдай болады. Кейбір әйелдер болады, біреуін босанады да екіншісін көтеріп қояды. Екіншісін босанады да үшіншісін көтеріп қояды, біресе емізіп жүреді, біресе жаңағы екіқабат болып жүреді деген сияқты. Осындай жағдайларда қарыздары көп жиналып қалады. Ол қарыздарды әйел адам жағдайы келген кезде, қазір енді кесте құрып, сол кестемен енді ол бір жыл, егер ол себеппен болатын болса, онда оны кейін ұстайтын дәреже жеткен кезде ол қарыздарын жаңа кестемен өтесе болады. Енді осы жерде жүктілікке байланысты айтатын болсақ, жалпы бізде ғалымдар айтады, 3 айға дейін әйел адам ораза ұстамаған абзал дейді. Себебі 3 айға дейін баланың ішкі органдары қалыптасады екен, негізгі органдары. Ал 3 айдан былай қарай әйел адам егер өзін жақсы сезінетін болса, онда ораза ұстай берсе болады дейді. Тағы да бұл жерде әйелдің денсаулығына байланысты. Бірақ бұл жерде тақуалық деген нәрсе де бар да. Егер әйел адам өзінің денсаулығына Алла тағаладан ниет етіп, дұға етіп, дәрігерлердің ешқандай қарсылығы болмаса, бір қауіпті ауру болмаса, негізі аяқ ауыр кезде де, емізген кезде де ораза ұстаған ол керісінше бір әйел адамның бойына бір қуат береді. Мен өзім енді 6 баланың анасы ретінде бірінші жылы енді біз көбіне жеңілдік деп бірінші жылы бір 15 күн қарыз болып алдым. Сол 15 күнді басқа айларда негізі өтегеннен гөрі Рамазан айының оразасының дәміне жетпейді. Басқа айларда бәрі ауыз ашық жүреді. Рамазан айының оразасының дәмі бар, ол бөлек нәрсе. Машалла. Керемет ұстаздар. Енді Рамазан айы жайында жалпы айтылады, тақырып өте көп. Бұны қысқа бір подкастта барлығын айтып жеткізу мүмкін емес, иә. Сондықтан біздің қоғамдағы қыз-келіншектер барлық Қазақстандағы ұстаздарға жаңағы парақшаларында, уағыз насихаттарында мешітке барып ілімдерін толықтырады деген сенімдемін, ойдамын. Алла бұйырса, біздің қонақтарымызға бір ауыз жылы тілектер, лебіздеріңізді білдіріп жіберсеңіздер, Гүлмира ұстаз. Баршаңызды осы Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймыз. Алла тағала Рамазан сіздердің отбасыларыңызға тек қана жақсылығымен, берекесімен келсін. Осы Рамазанның соңында жаныңыз, тәніңіз, тақуалығыңыз тазарған, иманыңыз тазарған салих құлдардан болуға Алла тағала нәсіп етсін. Әумин, айтқаныңыз келсін. Машалла. Иә, сондай бір Алла тағала Рамазан айында ең бірінші Алла тағала Рамазан айына аман есен қауыштырсын. Себебі пайғамбарымыз солай дұға ететін болған, Рамазанға жетейінші деп сахабалар дұға ететін болған. Алла тағала сол Рамазанның ішінде Раббым разы болатындай деңгейде сондай бір ықылас беріп қойсын, сондай бір амалдарымызды берекелі етіп, көп амалдар жасауды Алла тағала нәсіп етсін. Және Рамазан біткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бір адам бір ай бойы жұмыс істеп жалақысын талап етеді ғой дейді. Сол сияқты Алла тағала да Рамазан біткеннен кейін бізге қарайды дейді, құлына дейді. Ал Рамазан біткеннен кейін оның сондай бір сауабын береді. Және Рамазанның сауабын Алла тағала өзін береді деген. Сол Раббымыздың өлшеусіз саны жоқ сауабына кенелуді Аллахым нәсіп етсін. Әр-Райян қақпасынан кіруіміз нәсіп етсін. Сіздердің осы жаңа тік подкасттарыңызға Алла тағала береке берсін. Қаншама мұсылман қыздардың көзін ашып жатсыздар. Бұл да бір қияметке дейін бізге үзілмейтін сауаптың бірі ғой. Алла тағала осы әрбір осыны тыңдаған жандардың жүрегіне жетуін нәсіп етсін. Құрметті ханымдар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы Рамазан мейірім айы атты тақырыпта болды.
Сіздермен бірге болған Гүлмира ұстаз, Айнұр ұстаз және мен, Нұрғалиева Динара Құтқожақызы, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы әйел қыздар секторының меңгеруші ұстазымын. Алла нәсіп етсе, келесі Кел сырласайық подкастымызда көріскенше аман саулықта болыңыздар. Рамазан айындағы ұстаған оразаларыңыз, берген зекеттеріңіз және оқыған Құран хатымдарыңыз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.